Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы геометриялық фигуралардың жазбалары. Бүгінгі сабақта кеңістік геометриялық фигуралардың пирамида, цилиндр, конус жазбасын тануды, фигураларды олардың жазбасымен сәйкестендіруді және үлгісін құрастыруды үйренесің. Бірінші тапсырмаға қарайық. Мына ғимараттар қандай геометриялық фигураларды есіңе салады? Болашақтың қаласында үйлердің пішіні әр түрлі болады. Енді кәнекей мынау бірінші ғимаратқа қарайық. Бұл ғимарат бізде қандай фигураға ұқсайды? Бұл ғимарат бізде пирамидаға ұқсайды. Келесі ғимаратқа қарайық. Яғни дөңгелек қай фигураға ұқсайды? Шар, я? Дөңгелекке ұқсайды, шар пішіндес. Келесі қандай фигура бұл? Қандай геометриялық фигура деп ойлайсыздар? Цилиндрге ұқсайды. Келесі екінші тапсырмаға қарайық. Жазбаларды қара. Олардан қандай фигуралар жасауға болатынын анықтап көр. Яғни, қазір біз сіздермен сәйкестендіріп көрейік. Яғни, мынау жазба арқылы біз қандай фигура? Кубты құрай аламыз. Келесі, мынау жазбаға қара біз сіздермен не құрай аламыз? Пирамида құрай аламыз. Келесі, мына жазбаға қарап, біз сіздермен цилиндр құрай аламыз. Келесі, мына жазбаға қарап, біз сіздермен тіктөртбұрышты мұндай куб тоже текше құрай аламыз. Келесі, мынау жазбаға қарап, біз сіздермен конус фигурасын құрай аламыз. Және соңғы, мынау фигураға қарап, біз сіздермен не құрай аламыз? Пирамида құрай аламыз. Көрдіңіздер ме? Яғни біз сіздермен жазба арқылы қандай геометриялық фигуралар жасауға болатынын анықтадық. Есіңде сақта, пирамиданың табанын көп бұрыш құрайды. Ал бүйір жақтары ортақ төбесі бар үш бұрыштар. Пирамиданың жазбасы табаны болып саналатын көп бұрышпен үш бұрыш пішінді бүйір жақтарынан тұратын жазық фигура. Яғни міне қарасақ, пирамиданың өзі бізде әр түрлі болуы мүмкін. Міне қараңыздар, мұндай болуы мүмкін, немесе мұндай болуы мүмкін. Яғни оның табаны көп бұрыш пен үш бұрыш пішінді бүйір жақтарынан тұратын жазық фигура. Енді үшінші тапсырмаға қарайық. Табаны шаршы болатын пирамиданың жазбасын әзірле дейді. Бірінші, қабырғаларының ұзындығы 7 см болатын шаршысыз. Яғни осы не бойынша бәрімізде ереже арқылы сызып көрсетіп отырамыз. Ең бірінші сонымен қабырғалардың ұзындығы 7 см болады шаршысызында. Арғырай. Әр қабырғаның дәл ортасын тап. Яғни міне, неше дедік? 7, соның ортасын табасыздар, яғни 3,5 жерден. Әр қабырғаның ортасынан ұзындығы 6 см перпендикуляр кесіндісіз. 6 см саламыз. Суретте көрсетілгендей 3 бұрыштар саласыздар. Міне, көрдіңіздер ғой? Бір-біріне желімдеу үшін артық орындарды қай жерінен қалдыру керек екен ойлап тап. Не көрдіңіздер ме? Сіздерге қалдырып қойыпты. Сызық бойымен бүктеп, дайындаманы қиып ал. Пирамиданы ұқыптап желімде. Желімдеп болсақ, барлығымызда да не шықты? Пирамида шықты. Келесі төртінші тапсырма, теңдеулерді шеш. 60-тан 34 қосу 60-тан 8 қосылған y-тен болады 60-тан 41 қосу 60-тан 16. Енді бөлшектерді қосып аламыз. 60-тан 34 пен 60-тан 8-ді қосамыз. Бөлімдері бірдей болғандықтан өзгеріс қалады. 34-ті 8-ге қосамыз. 42. 60-тан 42 қосу y тең болады
41-ді 16-ға қосамыз, 57. 60-тан 57. Y-тен болады 60-тан 57, азайту 60-тан 42. Y-тен болады 60-тан 15. Тексереміз ары қарай. Келесі екінші теңдеуге қарайық. 30-дан 18, азайту x-тен болады 30-дан 4, қосылған 30-дан 6. 30-дан 18, азайту x-тен болады 4-ті 6-ға қосамыз 10. 30-дан 10. X-тен болады 30-дан 18, азайту 30-дан 10. X-тен болады 30-дан 8. Тексереміз. 5-ші тапсырма есепті шығар. Интернет дүкенде 3000 дана ғылыми фантастикалық кітап бар. Дүйсенбі күні 530 кітап, сейсенбіде 120 кітап сатылды. Сәрсенбіде сейсенбіге қарағанда 2 есе артық сатылды. Бейсенбі күні дүйсенбіге қарағанда 100 кітап кем сатылды. Жұма күні дүйсенбіден бейсенбіге дейін сатылған кітап қанша болса, соншасы сатылды. Ал жексенбіде тағы 100 кітап сатылды. Интернет дүкенде ғылыми фантастикалық кітап қалды ма? Неше кітап қалды? Яғни бізде 3000 кітап болды. Одан азайтамыз дүйсенбі 530 кітап, сейсенбіні азайтамыз 120 кітап. Сәрсенбіде де сейсенбіге қарағанда 2 есе дейді. Сейсенбіде 120 еше жақшаға аламыз, 120 көбейту 2 жақшаға жабамыз. Азайту бұл бізде сәрсенбі. Бейсенбі күні дүйсенбіге қарағанда 100 кітап кем. Яғни дүйсенбіде 530 ғой, 100 кітап кем, азайту 100. Кем болады? Енді табайық. Азайтқан кезде 1680 болады. Енді айтады. Жұма күні дейді, дүйсенбіден бейсенбіге дейін сатылған кітап қанша болса, сонша сатылды дейді. Ендеше дүйсенбіден бейсенбіге дейін қанша кітап сатылған тауып алайық. Дүйсенбі 530 қосу, сейсенбі 120, сәрсенбі 240 және бейсенбі 430. Барлығын қосқан кезде 1320. Енді жаңағы бізде 1680 қалды ғой. Содан азайтамыз 1320-ны, яғни бұл бізде жұманың кітабы, және жексенбі күн тағы да 100 кітап сатылды. Сонымен тең болады бізде 260. Сонда жауабы интернет дүкенде ғылыми фантастикалық кітап қалды ма? Қалды. Неше кітап қалды? 260 кітап қалды. Келесі 6-шы тапсырма. Тура теңдік шығу үшін қандай сан қою керек? Жақшаның ішінде 4200 қосу 2800, жақшаны жабамыз, бөлінген 7 тең болады. 600 қосу белгісіз сан. Енді ол белгісіз санды қалай табамыз? 4200-ді 2800-ге қосамыз, 7000 болады. 7000-ді 7-ге бөлеміз, 1000. Енді екінші жақтада 1000 шығу керек, ол үшін 1000-нан 600 азайтамыз, тең болады 400. Сонда белгісіз сан бізде 400. Келесі 20000-ді қосамыз 12000-ға, 32000, оны бөлеміз, шыққан мәнге 2000-ді 8-ге көбейткен 8000, 2004-ке 8000, ендеше 32000-ді 8000-ға бөлеміз. Тең болады, мұнда еше белгісіз сан бізде 4. Келесі 7-ші тапсырма. Арман, Болат, Санжар және Айбатыр барлығы дос. Олардың біреуі дәрігер, екіншісі журналист, үшіншісі жаттықтырушы және төртіншісі құрылысшы. Журналист Арман мен Айбатыр туралы мақала жазды. Ендеше бізде Арман мен Айбатыр журналист емес. Жаттықтырушы мен журналист Болатпен бірге туристік саяхатқа барды. Арман мен Болат дәрігердің қабылдауында болды. Олардың мамандықтарын анықта. Сонымен қарайық. Ең бірінші, журналист Арман мен Айбатыр туралы мақала жазды. Журналист біздейінше Арман мен Айбатыр емес. Яғни ол Болат болуы мүмкін, немесе Санжар болуы мүмкін. Ал журналист бізде кім болуы мүмкін? Журналист бізде Айбатыр болуы мүмкін. Журналист бізде Болат немесе Санжар болуы мүмкін, Ары қарай кеттік. Жаттықтырушы мен журналист дейді. Жаттықтырушы мен журналист. Болатпен бірге. Ендеше бізде журналист Санжар болмай ма? Анықталды себебі Болатпен бірге. Ендеше Санжарға, журналистке плюс қоямыз не? Ары қарай кеттік. Туристік саяхатқа барды. Арман мен Болат дейді, дәрігердің қабылдауында болды дейді. Санжар бізде журналист. Арман, Болат дәрігердің қабылдауында болды. Ендеше бізде дәрігер кім? Дәрігер бізде Айбатыр. Сонымен Санжар журналист,
Айбатыр, дәрігер. Так, келесі. Жаттықтырушы бізде, қараңдар, жаттықтырушы мен журналист Болатпен бірге дейді. Журналист бізде Санжар, иә? Жаттықтырушы сонда бізде кім болады? Болат жаттықтырушы бола алмайды ғой. Ендеше бізде жаттықтырушы Арман. Арман жаттықтырушы, және сонымен құрылысшы бізде кім екен? Болат екен. Түсінікті ғой қалай табу керектігін. Яғни кесте сызып тапқан бізге жеңіл, иә? Келесі 8-ші тапсырма. Цилиндр пішінді қалпақ жасап көр. Тиісті өлшеулерді орындап қалпақты жаса. Яғни сіздер дәл осылай сызасыздар. 28 сантиметр, иә? Және де мына жерде 4 сантиметр мен 2 сантиметр аралықта былай сызасыздар да қиясыздар. Қиып болғаннан кейін олар не істейсіздер? Желімдейсіздер. Түсінікті ма? Сонда бізде не шығады? Цилиндр шығады. 9-шы тапсырма. Берілген фигуралардың қайсысы пирамиданың жазбасы болуы мүмкін. Яғни бұнда балалар бірнеше тәсіл болуы мүмкін. Енді қарастырып көрейік. Бірінші болмайды, иә? Екінші болуы мүмкін. Яғни әсі. Б болмайды, иә, төртбұрыш болып кеткен. Келесі. Мынаны қарастырып көрсек, бола алмайды екен. Так, Д болуы мүмкін, иә, яғни қойған кезде. Келесі және бізде Г болуы мүмкін. Яғни Ә, Г, Д бізде не болады? Пирамиданың жазбасы болуы мүмкін. Осымен оқушылар біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.